Сұрақ қойған жоқсың ба? Ербол айтсыңыз. Қанша қолдаушысы бар, қастер мен мұрагер баламыз елімізде қалды. Елімізде қалды. Қазақстанда халықтың болдығы Қуаныш құтты болсын ағайын. Бұйыртса биыл абақта жатқан барлық саяси тұтқындарын босатып Шығарамыз. Саяси тұтқындарды, дұрыс. бәрін айтқан кезде. саяси тұтқындар босатамызбен де Арон Атабектен бастап бұйыртса. Ау. Қазақша сөйлеп бұратымыз да? Я подержу контрацепцияны. Анда шықпа қойын? Әр жерде ойыны бір-бірімізді берейін ба? Сабыр. Бірмен. Ағайын, бұның барлығы бірліктің арқасы. Ынтымағымыз мықты болса, біз өткен алып ел боламыз. Азаматтық қоғамды қалыптастырайық. Осы елімізде демократияны орнатамыз деп жүрген қоғам белсенділердің артынан еріңіздер, қатарға қосылыңыздар. Мұнда анау Өзбекстанның шекарасында ғана Мақтаралдан келіп жатқан ағаларымыз бар. Қостанайдан келіп жатқан ағамыз бар. Қарағандыдан келіп жатыр. Әр өңірлерге келіп жатыр. Қатарымыз көбейсін ағайын. Күш бірлікте елім, жерім деп жүрегіміз солай соқсын. Қастер мен мұрагер елім деп келді ма? Біз өзіміздің ынтымақтығымызды білдірдік, өзіміздің үлесімізді қостық деп білеміз. Малымыз жанымыздың садағасы, жанымыздың арымыздың садағасы. Қазақтың мүддесі тапталмасын. Қазақ қор болмайық, бір болайық. Елімізде қаншада заңсыз соттар осыған дейін болып кеткен. Ол біздің немқұрайлығымыздың салдарынан бізде бұған дейін заңсыз соттар болды. Енді біз бірігіп, Арон Атабек мысалға абақта жатқанына 10 жылдан астам болды. Мұхтар Жәкішев 10,5 жыл болды мысалға. Макс Боқай жатыр міне, биыл 4 жыл жатыр абақтыда. Оның барлығы заңсыз қамалған, әділ сот болмағандықтан қамалған болады. Енді біз бірігіп, күш болып, әділ жөнде, заңды түрде осы ағайындарымызды босатып алайық, қатарымызға қосайық. Күш бірлікте біз соны көрсетіп жатырмыз. 5 азаматымыз шықты. Кешегі шудағы сотта әділ болуына біз өз ықпалымызды білдірдік. Енді ағайын, Нұреке, брат, рахмет. өзімізді қашан намысымыз Арон Атабек алмасын деп шаңыраққа барып қазақтың үйі қирамасын деп Арон Атабек жүрді. Мұхтар Жәкішев жүрді. Елім, жерім деп қазақтың байлығын шетелге сатқызбаймын. Жігіттердің жеке монополит болды Мұхтар Жәкішев. Кет командар, общий сүйреп кетеміз, общий. 10 жылдан астам болды абақтыда жатыр. Мұхтар Жәкішевті осындай. Жер біздің соңғы тұрағымыз. Сол жерім деген Макс Боқайды босатып алайық ағайын. Ондай азаматтар абақта жатпау керек. Айтарым, бұған дейін біздің немқұрайлығымыздың салдарынан заңсыз соттар болды. Енді олай болмайды. Бірігекте апелляциялар берілсін, біз осылай қолдау жасайық. Енді бүкіл саяси тұтқындарды босатып аламыз. Демократияны орнатайық. Демократия, демос, халық, кратос, билік, яғни халықтың билігі. Елімізде халық билесін. Көше партиясы жасасын. Көше партиясы. Көше партиясына қосылыңыздар. Жеке арнамыз, бірігіп біз мұхит айналып жатырмыз. Енді билік түсінсен, үлкен мұхиттың алдында ешкім тұрамайды. Біз алпауыт мұхит айналып жатырмыз. Шаямызда кетеміз. Күш бірлікте, біз билік күрескерлеріміз. Күш бірлікте алға, ағайын алға. Аман сау болыңыздар.